Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай көз тимес түйреуішін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай түйреуіш қажет. Және де бізге коннекторлар, осындай 3 моншақ. Міне осындай 3 моншақ. Және де 2 түрлі моншақ қажет. Моншақтарыңыздың түсі өз қалауыңыз бойынша, және де жарты моншақтан біреу қажет. Және де рондель, пин керек болады. Және соединительное кольцо қажет. Және жилка жіп, ақ лента, қайшы қажет. Және де әріптер керек. Ең алдымен көз тимес түйреуішімізді жасамастан бұрын моншақтарымызды орналастырып аламыз. Ең алдымен жилка жібімізді алып, оны өлшеп аламыз. Содан кейін оны қиып, түйреуішімізге байлайтын боламыз. Осылай тесігінен өткізіп байлап аламыз. Дәл осылай байлап алатын боламыз. Енді осы жібімізге моншақтарымызды тізетін боламыз. Моншақтарды орналастыруыңыз өз қалауыңыз бойынша. Мен осылай кіргізіп жатыр. Жібімізге осылай барлығын кіргізіп шығатын боламыз. Енді екінші моншағымызды кіргіземіз. Мен осындай араларына кішкентай моншақтарды салып отырамын, әдемі болып көріну үшін. Енді моншақтарымызды салып болғаннан кейін әріптерімізді кіргізетін боламыз. Мен бұл көз тимес түйреуішті Аянат есімді ханшайымға жасағалы жатырмын. Мен сондықтан да Аянат деген әріптерден алдым. Әріптерді есімдер бойынша таңдап аласыздар. Барлығын осылай тізбектеп кіргізіп шығатын боламыз. Араларына осындай кішкентай моншақты салмасаңыздар да болады. Мен әдемі көріну үшін салдым. Енді дәл солай моншақтарымызды да кіргізіп шығатын боламыз. Енді осы жібімізді болғаннан кейін түйреуішімізге байлайтын боламыз. Енді артық жерін қиып тастаймыз. Ендігі кезекте коннекторларымызды түйреуішімізге жалғайтын боламыз. Осылай жасап алсаңыздар да болады. Пиннің ішіне көз моншақты салып, одан кейін
тағы да моншақ салып осылай майыстырып жасасаңыздар болады. Ішіне соединительное кольцоны салып осылай жасасаңыздар өте әдемі көрініп тұрады. Енді басқа да коннекторларымызды түйреуішімізге бекітіп шығамыз. Соединительное кольцоны осылай кіргізіп аламыз да түйреуішімізге кіргіземіз. Дәл солай басқа коннекторларымызды да солай түйреуішімізге бекітіп шығамыз. Біздің көз тимес түйреуішіміз дайын болып қалды. Енді түйреуішімізге қазір лентамызды байлайтын боламыз. Осылай лентамызды алып түйреуішіміздің домалақ жеріне өткізіп аламыз. Содан кейін оны байлаймыз. Содан кейін артық жерлерін қиып тастаймыз. Енді лентамыздың үстіне ыстық желіммен жарты моншағымызды жабыстыратын боламыз. Бізде осындай өте әдемі көстенес. Біздің түйреуішіміз дайын болды. Егер де видео ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.